Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен 10 типтік сұрақтың жалғасын қарастыратынбыз. Бұл екінші бөлімі. Егер сіз бұны алғаш рет көріп тұрсаңыз, бірінші бөлімге қайта өтіп, бірінші бөлімді көріп алыңыз, сосын екінші бөлімді жалғастырасыз. Ал сіздермен біз бүгін 6-шы типтік сұраққа келдік. Ол бізде what does the word this refer to in this paragraph деген сұраулы тип, яғни бұл жерде мынау деген сөз параграфта нені меңзеп тұр, нені айтып тұр деген сұрақ. Енді сұраққа өтейік. What does the word it refer to in paragraph 2? Параграф 2 тегі it деген сөз нені сілтеп тұр, нені айтып тұр? A computer, an online system, the internet. Ал оқимыз. The internet is a system that connects computer networks. Қараңыздар, бірден мәтінге қараған кезде it деген сөз көзімізге түседі, иә? Міне it деп тұр мына жерде. Тағы да. Болды, иә? Енді бұл есімдіктерді бірден айта алмайды, өйткені оның алдында бір сөз тұр, сол сөзді қайталап тұр. Міндетті түрде бірінші сөйлемнен бастаймыз. Қараңыздар. The internet is a system that connects computer networks. It links millions of computers all over the world. It allows your computer to get information stored on other computers far away. Мына жерге оқығанымыз дейін өзі жетеді. Бірақ бізде мына сөйлемнің ішіндегі табуымыз керек. It деп нені айтып тұр? Өте оңай, балалар. Интернет ол компьютер желісін бір-бірімен байланыстыратын жүйе. Ол бүкіл әлемдегі барлық компьютерларды, миллиондаған компьютерларды бір-бірімен байланыстырады. Енді қараңызшы, ол деп нені айтып тұр? Әрине, ол бізде интернетті айтып тұр. Есімдіктің бір жақсы жері сол сөзді қайталамас үшін есімдікті қолданған дұрыс. Мысалға, менің бастығым Қайрат Маратович болса, менің бастығым Қайрат Маратұлы банк қызметкері болып 10 жыл жұмыс істеген деп тәжірибесін айтайын деп тұрғанда, мен екінші рет қайтадан менің бастығым Қайрат Маратұлы демеймін, ол жай, ол есімдік болып табылады. Жауабымыз бізде компьютер емес, онлайн систем емес, жауабымыз the internet. Яғни бұндай сұрақ келетін болса, сіздер бірден нені табу керек екенін білесіздер деп ойлаймын. Түсінікті деп ойлаймын. Ал жалғастырамыз, кеттік онда. Number 7. Which statement about something is correct according to the text? Өте жиі келетін сұрақ. 6-шы сыныптың емтихан бойынша тесттің сұрағы осылай келеді жиі. Қай сөйлем мәтінге сәйкес дұрыс дейді, немесе шын деп айтады. Бұндай жағдайда міндетті түрде біз сұрақты оқимыз. Ең бірінші. Which statement? Түсінікті, иә? Underline keywords, кілттік сөздердің сызу түсіну өте маңызды. Өйткені кез келгенді түртіп алу арқылы сіздер миыларыңызға сигнал бересіздер. Crystal cruise ships correct. Міне, мынау кілттік сөз. According to the text. Бұл кәдімгі сөздер. Міне, crystal cruise және correct. Қазір мәтінен табуымыз керек. Бірден оқып алсақ болады. Өйткені қазір біз оқу барысында не дұрыс емес, сразу сызып тастаймыз ал. Кеттік онда. Cruise ships have different entertainment centers. Okay. The cruise lasts for 1 month. Мына жерде entertainment деген кілттік сөз болып тұр. Және different деген. Tourists can't go in for sport there. Қараңыздар, go in for деген айналысу. Спортпен айналыспайды туристер. Айналыса алмайды. Tourists should pay in these restaurants. Не істеу керек олар? Pay. Төлеу қажет ресторанға. Кеттік онда. Come and sail on a crystal cruise ship. We have 3 ships. The Crystal Queen, the Crystal Princess, the Crystal Palace.
come and sail in luxury on cruises around the Caribbean Sea for 7 or 14 days дейді. Ал бізде жаңа айтты, яна жерде 1 monthға дейін жалғасады круз деді. Значит, бұл алып тастаймыз. Бір ай емес, 7 мен 14 күн ғана ұсынып тұр. Кеттік онда. Our 7-day cruise costs $2,000 American dollars and our 2-week cruise is $3,500 US dollars. Так, бізге керек емес. Так, бағаларын айтып тұр, я? All food and drink are included in the price of your cruise. Так, жауап бар сияқты мына жерде. Food, drink, тағам мен ішімдік бағасына қосылған дейді. Значит, ресторанға төлеудің қажеті жоқ, я? Бұны да біз алып тастаймыз. Next. Our cruise ships all have a casino, a cinema, a 5-star restaurant, a theater, a library, and a fully equipped gymnasium. Так. Have casino, казино, cinema, кинотеатр, ресторан, театр, библиотека. Бұлардың барлығы не бізде балар? Entertainment, я? Көңіл көтеретін орталықтар. Жауабы бірден шықты, я? Жауабы бізде екен. Түсінікті деп ойлаймын. Ал кеттік онда. Let's go on. Жалғастырамыз. Келесі ағылшын тіліндегі сұраулы тип, ол бізде 8-шісі sign questions. Ағылшын тілінен тест sign questions өте жиі келеді. Sign questions. Міне қарап тұрсаңыздар, мынау тұрған sign question. Бірден сұраққа көшемін. What does it say? Түсінікті. Мынаны бірден оқып алуымыз керек. The closest shop sale. Киім дүкені жеңілдікте. Today only. Мынаны түсіну өте маңызды. Тек бүгін ғана жеңілдік. Everything half price. Барлығы қандай бағада? Барлығы 50%. Яғни жарты бағада деп тұр. Ал кеттік одан, келесін оқимыз. Everything will be more expensive tomorrow. Барлығы ертең қымбаттайды дейді. Қымбатырақ болады бағасы. Так, сұрақ көреміз қазір. Half the clothes in the shop are in the sale. Киімнің жартысы дүкендегі. Ол жеңілдікте дейді. Жоқ, я, өйткені бұл жерде киімдер деп тұр. Барлық киімдер, белгілі бір киімдердің типтері жоқ. Значит, бұл дұрыс емес. Some things will be cheaper in the morning. Яғни, не айтып тұр бұл жерде? Бірнеше киімдер таңертең арзанырақ болуы мүмкін дейді. Акцент жасаймыз. In the morning. Таңертең деп тұр. Арзанырақ деп тұр. А бұл жерде азан деген сөз жоқ. Бұл жерде бүгін деп тұр. Today only деп тұр. Значит, біздің жауабымыз я. Everything will be more expensive tomorrow. Ертең айтарлықтай қымбаттау болады. Логиканы да қосамыз, я қыздар. Балар. Міне sign question деген көбінесе осындай әртүрлі объявление секілді, хат секілді, жарнама секілді, немесе постер секілді, жарнама, және де осындай ақпараттар арқылы келеді sign question дегеніміз. Окей? Келесі бізде 9-шы сұраулы тип, ол бізде true false statement. Жалған, шынайы ақпарат табуымыз керек. Бұл мәтінге байланысты. Егер тестте жалпы мынандай ұзақтау мәтін болатын болса, оған байланысты 2-3 сұрақ беріледі. Біз қазір мына толық мәтінге бір ғана сұраулы түрді қарастырайын деп отырмыз. Бұл жерде true sentence табу керек. Мынау опшындарды, варианттарды оқып түсіну өте маңызды. The Phoenicians came from
Carthage. The Phoenicians were a nation of sailors. The Greeks developed the alphabet from Latin. Так, мына жерде кілттік сөз Carthage, nation of sailors. Міндетті түрде кілттік сөздерді түсіну, сызып түсіну өте маңызды. Developed деді мынау, гректер developed alphabet кімнен? Latinнан. Our modern system writing of different from Phoenicians alphabet. Okay, ал кеттік онда оқимыз. The Western alphabet, which is used in Europe, the Americas, Africa, Australia, and New Zealand, as well as in other countries, originated in the Middle East. The people who gave the world this alphabet were the Phoenicians, people who established colonies all over the Mediterranean, including Carthage in Africa and Gates in Spain. Так, мына жерге дейін қарастырайық. Europe countries, yeah, other countries, Middle East, the people who gave the world this alphabet were the Phoenicians. People who established colonies including in Africa. Так, жаңа біз Carthage деген сөз болды, иә? Мынау тұр мына жерде. Came from Carthage. Including, yeah, қоса кеткенде. Сонда бұл бізде бірінші жауап емес. Өйткені мына жерде не деп тұр? Қоса кеткенде деп тұр, иә? Had contact with another nation of sailors. The Greek with whom they fought and traded dedi. Greeks also started to use the Phoenicians alphabet. The Greeks қазір бір минут. Phoenicians were a nation of sailors. Greek developed alphabet from Latin. Дегенде ақпарат бар ма бізде? Greeks developed, also started to use деп тұр, иә? To use, олар develop жасамаған. To use the Phoenix alphabet. Значит, жауап C келмейді, иә? Жаңа алып тастадық. Бізде екеуін біреу болу керек, енді кеттік. Our modern system of writing different from the Phoenicians alphabet. No. There is no information about it, right? So also incorrect. The correct answer is Phoenicians were a nation of sailors because look, answer. The Phoenicians had contact with another nation of sailors. Значит, Phoenicianдар, олар sailor дегеніміз кім? Теңізші, иә? Өзге теңізші халқынмен бірге қарым-қатынаста отырып деген мағынада. Жауабы бізде келеді B екен. Ал кеттік онда келесі соңғысы бізде соңғы message questions. Бұл да өте жиі келетін сұраулы сөйлемнің түрі. Қараңыздар. Find the correct statement according to the message below. Яғни төмендегі хатқа сүйене отырып, қай сөйлем рас дейді. Бұндай жағдайда міндетті түрде бірінші мынаны қарап аламыз. Хатты қарап аламыз бірінші. Кім жазды? Энди. Яғни кімнен? Эндидан кімге? Джулияға. To кімге? Джулия. Ал кеттік онда. Hello, Julia. I can't have Friday off to go sailing. I'm still available on both Saturday and Sunday. But Saturday is better. Let me know what's best for you, Andy. Түсіну өте маңызды. Сіздер түсіну үшін мен қазір аударайын. Оңай болады сол кезде табу. Сәлем, Джулия. Мен жұма күні сенімен бірге сейлингқа бара алмаймын. Жаңағыдай пароходпен серуен жаңағыдай саяхат жасауға.
I'm still available. Мен сенбі күні немесе жексенбі күні бара аламын. Бірақ сенбі күні жақсырақ еді барсақ сол күні. Let me know what's the best for you. Ал саған қай күн жақсы келеді? Қай күн ыңғайлы Энdiдан деп жіберіпті. Ал варианттарын оқып көрейік. Andy would prefer to go sailing with Julia on Saturday rather than on Sunday. Энди сейлингқа Джулиямен бірге сенбі күні барғанды жөн көріп тұр. Чем жексенбіге қарағанда деп тұр. Келесі B. Andy can go sailing with Julia on Friday if she's not free on Saturday. Andy ол жұма күні барғанды жөн көріп тұр Джулиямен, сенбі күні емес деп тұр. Сенбі күні ол қол босамайды деп тұр. Дұрыс емес, иә? Келесі Andy wants to go sailing with Julia on both Saturday and Sunday деп тұр. And if possible, Andy wants to go sailing with Julia Saturday. Так. Си кішкене келетін сияқты, қараңыздар, сенбі, жексенбі күні барғысы келеді деп тұр да, бірақ мына жерде қараңыздар, барғысы келеді, wants деп тұр. Ал бізде айтып тұр ғой, сенбі күні деп тұр. Және осы күні жақсырақ деп тұр. Енді жауап онда бізде не болады? Болады, иә? Өйткені would prefer жөн көру. Мына жерде better деген сөздің синонимі ғой, better. Немесе rather than сенбі күнге қарағанда, жексенбі күнге қарағанда сенбі күні бару ыңғайлырақ деп тұр. Сіздермен болған Ақнұр Бейсенбайқызы. Каналға жазылып, лайк басып қалдырыңыздар. Бұйырса алдағы уақытта Назарбаев зияткерлік мектебіне ағылшын тілі пәні бойынша дайындықты талдау тесттерін салатын боламын. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.